Шымкент төріндегі ипподромдамыз, және бұнда өте жақсы төсеніш жасалған, аттардың да, адамдардың да қауіпсіздігі ескерілген екен. Бұнда қазір көкпардан Қазақстан чемпионаты басталуда. Еліміздің 15 аймағынан жиналған 15 команда кеше жеребе тарту рәсімі өтті. 4 топқа бөлінді және қазір өзара мықтыны анықтап жатыр. Бүгін алғашқы іріктеу кезең аясындағы алғашқы жарыс күні. Өте тартысты кездесулер болады деп ойлаймын, өйткені кейбір топтарда фавориттер бірге түскен, және олардың арасынан біреуі ғана плей-офф кезеңіне шығады. Жылына бір өтетін жарыс, көкпардан ересектер арасында Қазақстан чемпионаты. Еліміздің ең үздік жігіттері осында, ең үздік командалары осында. Бір апта бойы қызықты, тартысты және енді керемет бір матчтар күтіп тұр. Басы-қасындамыз. Тікелей эфирде айтпақшы, биыл трансляция ұйымдастырылды. Ұзақ үзілістен кейін көкпарды Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатқандығы қуантады. Одан кейін 17 миллион теңге жүлде қоры бар. Ол да өте маңызды ақпарат деп ойлаймын. Ал енді қалған мәліметтерді жарыс аясындағы менің әлеуметтік желідегі парақшам бар, Көкпар Федерациясының әлеуметтік желідегі парақшасы бар, және 24 KZ арнасы, Хабар арнасының әлеуметтік желідегі парақшаларынан және сол арналардың тікелей эфирінен көре аласыздар. Қатысушыларға тек қана сәттілік. Міне қазір командалар жарысқа ден қойып жатыр, және барлығы әділ өтеді, таза өтеді, шын мықты жеңіске жетеді деген үміттеміз. Сәттілік.